Hello. Каналға қош келдіңіздер, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілі 4-ші тоқсан бірінші БЖБ-ні қарастыратын боламыз. Бірінші БЖБ-дің тараудың аты ол Different Ways of Living. Бірінші тарау бойынша сіздерге reading and speaking болатын. Мен сіздер үшін speakingді арнайы жазып қойдым, ал readingді бірге бастайық. Әдеттегідей reading, task 1, read the text quickly and identify which person did the following things. Write the letter P for Fiona and K for Connie in the spaces provided. Бұл жерде астында тұр екі мәтін тұр, яғни мәтін тұр. Мәтінде Fiona Mutesi and Connie Douglas туралы тұр ақпарат. Мына тұрған сөйлемдер кімге айтылған, кім туралы, немесе кімге тиісті деген мағынада. Осы жерге Fiona болса P, Connie болса K бастапқы әріптерін жазуымыз керек. Бұл жерде мен мәтінді толық оқымай қойын, тек қана мына сұрақпен жауабын ғана оқи кетейін. Which person has had a book published about their life? Яғни қай кісі, немесе қай адам өзінің алдыңғы өмірі туралы басып шығарылды. Точнее, өзінің алдыңғы өмірі туралы басып шығарылған кітабы болды. Кім? Ол бізде Fiona. Мәтінді міндетті түрде оқисыздар, көз жеткізіңіздер. Екіншісі, had to have a further operation due to a problem. Қиындыққа тап болып, операция жасатуға тура келген, ол бізде Connie. Next. Took up a new interest in order to get fed. Қарны тою үшін жаңа бір іспен айналысуды бастаған, ол бізде Fiona. Мына жерде мәтінде оқысаңыздар, ол тамағы тою үшін шахмат программасына қатысқан екен, кружогына қатысқан екен. Who would come to his city to learn chess? То есть, получается, Fiona wouldn't have gone there if she hadn't been desperate to eat. Деп тұр, Келесі, represented their country in competitions. Өзінің елін соревнование барысында, жарыс барысында таныстыру. Ол бізде Fiona. Russia, Turkey and USA-ға өзінің Uganda халқы үшін, өзінің елі үшін ойнаған екен. Will receive financial support thanks to a physical challenge. Ол бізде Connie. Мәтінді көбіңіз оқымай қойыңыз деген екен, біз давайте тек қана сұрақты және жауабын және ішіндегі дәлелмен ғана айтып өттік. Ал қазір енді бірден спикингға көшейік, спикингдағы тапсырма. The following words can be used as a prompt. Мына келесі сөздер сізге бір шпаргалка ретінде беріліп тұр. Happiness, money, job, freelancing, downshifting. Бұл жерде сізге нақты критерий беріліп тұр. You should ask your partner complex questions on topic. Answer your partner's questions. Comment on your partner's answer. Use appropriate vocabulary and grammar. Сіз ешқандай жерде сұрақ жоқ, негізі тура осылай беріледі. Получается, қасыңыздағы досыңыздан мына сөздерді қолдану барысында сөйлем құрауыңыз керек. Және де сұрауыңыз керек қасыңыздағы адамыңыздан. Және де сіздің қасыңыздағы адамның жауабына қарап, сіз комментировать етуіңіз керек. Және де астындағы тұрған vocabulary және дұрыс грамматиканы қолдануымыз керек. Мына жерде you can use vocabulary to be a material asset, to revolve one's life around money, яғни өмірін ақшаға айналдырып жіберу. Мына жерде яғни материальный положениеда болу, equal happiness, яғни бірдей бақыт алу, to be a sort of short-term happiness, яғни қысқа мерзімдік бақытты болудың қайнар көзі, to give pleasure, яғни бақыт сезімін беру, to give happiness or joy, тура сол сияқты бақыт немесе радость деп тұр, сондай бақытты сезімді беру деген мағынада. Енді мынандай өзім 4 сұрақ қойдым және сол сұрақтарға жауап бердім. What does happiness mean to you? Сіз үшін бақыт деген не ол? Each understands it different, and I agree with them. Honestly, for me, being happy means that I'm fit and healthy, eating what you want, spending time with my family in adventurous places, and of course, being materialistic, having a good job, earning enough money for your needs and entertaining. Kelesi, which is more important, loving your job or high salary? Being happy with a job is more important than having a high salary. Получается, сізге қайсысы маңыздырақ? Жұмысыңызды жақсы көргеніңіз бе, әлде жоғары жалақы алғаныңыз ба? Маған
жоғары ақы алғаннан жұмыста бақытты болу немесе жұмысты жақсы көру ол өте маңызды. Өйткені мен өзімнің өмірімді ақшаға айналдырғым келмейді. Because I don't like to revolve around my money. Яғни критерий бізде барынша мына сөздерді қолдану керек қой жауапта. Қолдануға тырыстым. Мысалы, if I love my career, I will work very hard. Егер мен өзімнің жұмысымды істейтін болса, мен өте табанды жұмыс істеймін. If I hate it, there will be tremendous decrease in efficiency. Егер мен оны жек көретін болсам, онда сапа шығынын айтарлықтай төмендеу болады. Even with high salaries, many people refuse to continue their jobs because they feel that they do not fit with what they are doing, and the working environment cannot bring them creativity. Having enjoyment from working with others gives equal happiness. Деп аяқтадым. Яғни жоғары жалақы алу тіпті көп адамдар өздерінің жұмыстарын жалғастыруға бас тартады. Өйткені олар не денсаулықтары болмайды, өздерінің жасап жатқан жұмыстарынан ешқандай ләззат болмайды, және де ешқандай оларға шығармашылық алып келмейді. Сондықтан тастап кетеді екен. Яғни жұмыстан әрі бақыт сезімін алу, жалпы ләззат сезімін алу және жақсы айлық алу, ол әрине бірдей бақытты сезімді береді деп аяқтадым. Келесі сұрақ. How do you understand the word freelancing? Freelancing means people work for themselves, not for a specific company. Яғни freelancing дегеніміз ол белгілі бір компания, біреуге емес, өзіңе жұмыс істеу. Freelancers come into categories of self-employed and take work from companies or various cities. Those sites. I think it's a source of long-term happiness working on yourself and also give pleasure. Келесі сұрақ. Who is happier working for someone having full-time as government clerk or freelancer? We know that having full-time job means that people work for a specific company and they work according to their hours. Every company has its own rules and depends on the country. Obeying for all rules and limit your personal life, it doesn't give you joy. Деп аяқтадым. Осылай жауап берсеңіздер болады, немесе кішкене сөздерді өзгертуге болады. Осымен біздің спикинг айтылым аяқталды. Келесі БЖБ, ТЖБ-да жолыққанша сәлеметті болыңыздар. Бай-бай.